Цезарь салатының оригинал рецептісін ұсынамын. Өздеріңізге сақтап алыңыздар. Тауықтың төс етін осылай жалпағынан турап аламыз. Бір тілім сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Тұз, паприка және кукуруз крахмалын саламыз. Үстіне май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз және 1 сағатқа маринадқа қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Цезарьдің соусын үй жағдайында жасайтын боламыз. Жұмыртқаның үстіне май құйып, горчица саламыз және лимон сығындысын салып, барлығын блендерлаймыз. Үстіне пармезан сыр мен сарымсақты үккіштен өткізіп салып, тағы да блендерлаймыз және осы соусымызды 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Сухариді қолдан жасаймыз. Ол үшін батонда осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Сүтке паприка және дәмдеуіш шөптерді салып, барлығын жақсылап араластырып, сухаридің үстіне сеуіп, қызып тұрған пеште 15 минут қыздырып қуырып аламыз. Айсберг капустасын осылай ірі етіп тураймыз. Үстіне будене жұмыртқасын саламыз. Негізі мен қазір тауық жұмыртқасын салдым. Черри помидорын және тауықты саламыз. Сухаримізді саламыз. Пармезан сырын үккіштен өткізіп саламыз. Соусымызды құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Неке біздің салатымыз дайын болды. Біздің мөлшермен 2 үлкен тарелке шығады. Қалған сухариларымызды үстіне әдемілік үшін салып шығамыз және пармезан сырын үккіштен өткізіп саламыз. Неке біздің салатымыз дайын болды. Ас болсын.